Сәлеметсіздер достар, кеш жарық. Бүгін Астана қаласымен сағат кешкі 7-де тікелей эфирімізді бастаймыз. Кеш жарық. Өте қуаныштымыз эфирде көргеніме. Бүгінгі тақырып енді бізде әйел денсаулығы. Өйткені әйел адам денсаулығына өте қатты қарау керек, қадағалау керек. Әйел адам денсаулығы ол бүкіл отбасының денсаулығы, отбасының тыныштығы, саулығы, жақсы тамағы, таза үйі. Сондықтан әйел адамның денсаулығы өте маңызды. Қай кезде болса да, өйткені болашақ ұрпақты дүниеге әкелетін де әйел адам, оны бағып қағып өсіретін де, тәрбиелейтін де әйел адам. Әйел адам бұл және өмірдің гүлі. Сондықтан әйел адам денсаулығы өте маңызды болып келеді бірінші кезекте. Сондықтан бүгін сіздерге күнделікті маған 10 шақты адамдар сұрақ қояды, және миомадан, эрозиядан, кистадан, бедеуліктен қалай емделуге болады, оның жолы бар ма деп біздің өте керемет бір өнімдеріміз туралы көп сұрақтарын қояды. Сондықтан сондай адамдар енді 2-3 жұма болды күнделікті сұрақтарына мен және звондап, WhatsApp-пен жазып жауап беріп жатырмын. Бірақ та сіздерге барлықтарыңызға сол ссылка жібердім, және өзім подписчиктарыма реклама жіберіп, сообщение жіберіп, бүгін прямой эфир болады деп, сіздерге сол жәнегі өнімдер туралы және оның қалай емдейді, соны сіздерге көрсетіп, презентациясын жасап, бүгін бір жарты сағаттың ішінде қазақ тілінде эфир өткізіп жасап, одан кейін жарты сағаттан 19:30-да орыс тілінде болады. Өйткені менде тоже қазақша түсінбейтін аудитория да бар, сондықтан оларға бөлек өткіземін. Енді әйел адам денсаулығы әрине ол ең бірінші орган, әйел адамның екінші жүрегі, ол бізде жәнегі жатыр болып табылады. Мен даусым жақсы естіліп тұр ма, бір плюстарыңызды қойып жерсеңіздер, тексер жүрегі. Мен сөйлеп отырмын, тексермей қойыппын сіздерден. Бір плюстарыңызды қойып қойсаңыздар. Енді бұл жәнегі жатыр, мынандай түрде көруге болады жатырды. Бұл жәнегі жатырдың денесі, жәнегі қынап, мыналар жәнегі трубалар және жұмыртқалар. Өзі кішкентай болады, жатырдың өзі бір жұдырықтай ғана болады, бірақ та соның ішіне бүкіл және ұрпақты әкелетін сондай бір керемет бір завод деуге болады. Сондықтан бұл заводымыз өте жақсы істеп тұру керек. Матканың жәнегі жатырдың жастығы, оның тазалығы, оның және жақсы жұмыс істеп тұруы, бұл және әйел адамның өмірінің ұзақтығы, сұлулығы екен. Именно осы жәнегі матка соған байланысты. Және өмірінің ұзақтығы, әйел адам сұлулығы, соның бәрі маткаға байланысты екен. Жәнегі өткен сабақтарда мен айттым, матканың өзі бұл және гүлдің түбірі болса, гүлдің тамыры болса, мына әйел адам омырауы ол жәнегі гүлдің күлте жапырақтары, ал және біздің бетіміз ол және біздің гүлдің күлтелері екен, гүлдің өзі екен. Сондықтан бәрі бір-бірімен байланысты, бәрі мысал үшін бір-бірімен байланысты болғандықтан, оның біздің маткамыздың жәнегі состояниясы дейміз ғой, қандай күйде болып тұрған, ол біздің және бетімізден көрініп тұрады екен. Әсіресе мына матканың проекциясы дейміз, беттегі, бет бойынша біз диагностика жасаймыз. Сонда мына ауыздың айналасы, сол біздің маткамыздың жәнегі проекциясы болып табылады екен. Көп мысал үшін жасөспірімдерде, әйел адамдарда мына ауыздың айналасында безеулер шыға бастайды, немесе бір папилломалар шыға бастайды. Әртүрлі бір пятналар болады, бір бөлік-бөлік бір пятналар, әртүрлі сондай бір кеуіп кожасы мысал үшін қыши бастайды. Соның бәрі жәнегі біз сразу жәнегі маткамызды тазалауымыз керек. Ол бізге организміміз өзі белгі беріп жатыр. Кейбір әйел адамдарда даже климакс келгенін бетіне қарап біліп қоюға болады екен. Тура мұрын мен еріннің ортасында мынандай сызық пайда болады екен. Сол сызық уже бұл әйел адамға климакс келді деген сөз. Мен енді 9 жылдай осы Тибет медицинасын зерттеп келе жатырмын. Өте көп результаттар бар бізде.
сонда мына 30-ға таяған әйел адамдарда, жас келіншектерде, соның өзінде де жәнегі ай сайын келіп отыратын месячныйлар сол тоқтап қалып отырады екен. Менде ранний климакс деп келеді, оны қалай мысал үшін қалпына келтіруге болады. Өйткені ол және табиғаттың беріп тұрған нәрсесі, мына ер адамға қарағанда бізде 13-ші мүше бар екен. Біздің ағзамыз тазалап тұрады екен. Сол және біздің маткамыз екен. 12 мүше деп айтады, сол 13-ші мүше біздің ағзамыз тазалап тұратын, ол жәнегі маткамыз. Сондықтан мына біздің маткамыздың айналасында мысал үшін тоқшекті орналасқан, ағзаның қалдықтарын мысал үшін шығаратын нәрсе. Егер әйел адамда запор болса, іші қатса, немесе дәретке дұрыс бармайтын болса, кейбір 25 күндік бармайтын адамдар бар, оказывается, өте бір қиын жағдай, сонда сол мешкешіне жидкость дейді, сол арқылы оның бәрі маткаға барады екен, жиналады екен, әсер етеді екен мысал үшін. Сондықтан ағзаның басқа органдардың дұрыс жұмыс істеп тұру, тоқшектің дұрыс жұмыс істеп тұру, лимфаның дұрыс жұмыс істеп тұру, соның бәрі біздің маткамыздың жай-күйіне де әсер етеді екен. Өйткені егер біздің ағзамыз сол бүкіл улардың бәрін шығармайтын болса, соның бәрі аздап жәнегі біздің жатырымызға жинала бастайды екен. Енді әйел адам сондай табиғатына сай біз ұрпақ жалғастырамыз, бала көтереміз. Сонда жәнегі матка әрине ол кеңейеді, одан қалпына қайтадан келген кезде дұрыс қалпына келмей қалады. Бәрібір, босанғанға дейін қалай болды, бәрібір сол қалпына келмей қалады. Әрбір матканың ішінде, қуысында және складкалар пайда болады. Сол складкалардың ішінде жәнегі шықпай қалған жәнегі қалдықтар, ол заттар, соның бәрі қоқыстар, бәрі жиналып, ол не істейді? Ол және жиналып қата бастайды. Мына біздің ағзамызда күніне 5000 және рак клеткалары пайда болады екен. Біздің ағзамызда өз сондай жәнегі шығарылып отырады екен. Сол күніне мысал үшін біздің ағзамызда 3,5 мың рак клеткаларын ағза шығарып отырса, оның бәрі және несеп жолдары арқылы шығып отырады, кіші дәрет арқылы. Ал соның 1,5 ағзада қалып қалады екен. Енді орташа адамда. Кейбірі өте қатты және правильное питание, режим питанияның бәрін, тамақты дұрыс жейді, спортпен шұғылданады, әртүрлі витаминдерді ішеді, сондайда уже олар азырақ қалып қояды ағзада. Ал және қай органымыз біздің? Мысал үшін біздің иммунный система дейміз, иммундық жүйеміз, ол бауыр мен өт. Сол жердегі лимфосистема, ол жер лимфосистема біздің органдарымыздағы удың бәрін шығарып отыратын сондай орган. Мына сияқты сіздерге суреттерді көрсетіп отырам. Мына сияқты бізде қан тамырлары болса, қан тамырлар артериальный сосуды дейді, клеткаларға аузына жаңағы питательное вещество дейді, соның бәрін, керекті заттардың бәрін әкеледі. Одан сары мешкешіне жидкость, су бәрі біздің ағзамыздағы тоқсан жаңағы лимфосистема сол клеткадан шыққан отработанный жаңағы заттарды бәрін жинап алады, вирус инфекцияларын және өлген раковый клеткаларын соның бәрін сорып алады, канализация соның бәрін шығарып отырады. Сонда егер біздің және иммундық жүйеміз, бауыр мен өттің лимфосистемалары қалай істейді? Біздің жәнегі қан тамырлары, кровеносная система, қан тамырлар жүйесі, жүрек жәнегі ашшек, олардың лимфосистемасы қалай жұмыс істейді? Одан кейін жәнегі өсен системасы бойынша жасап отырайын. Сол біздің тебет системасы, иммундық жүйе, бауыр, өт, қан тамырлар жүйесі, жүрек пен ашшек, және біздің асқорты жүйесі, көк бауыр, ұйқы без, асқазан, өкпе мен жәнегі тоқшек, бүйрек, матка, жәнегі біздің қуығымыз. Осы 5 система, лимфосистемасына қай жерінде бір дұрыс емес жұмыстар пайда болады, сонда сол ағзаны шығара алмай қалған қалдықтары және жиналып маткада жинала барады екен. Әрине ол жаңағы тоқшектің қалташаларында жиналады, тікшектің де ішінде жиналады, бірақ соның өзі жиналып консервация жасайтын және жиналып қататын сол және біздің жатырымыздың іші екен. Сонда біз негізі неге ол жиналады, бұрын неге жиналмаған, бұрын неге ондай миома, киста деген неге аурулар болмаған? Өйткені бұрын біз жаңағы
геномодифицированный препараттар, әртүрлі консерванттар, эмульгаторлар. Мына орташа есеппен адам жылына 9 килограмм тағамдық емес қоспаларды өз жейді екен, қолданады екен, жейді, ішеді екен. 3000-нан артық әртүрлі бояғыш заттар бар тамақтың өзінде. Енді 99% бізде дүкендерімізде тамақ, айналамызда тамақтың бәрі сонда қоспалардан тұрғандықтан біз енді аштан қататын емес, әрине біз оның бәрін жейміз. Бірақ та соның бәрін ағзамызға шығаратын жолдарды да іздестіру керек екен. Ондай жолдар бар. Ол именно жаңағы матканы тазалайтын біздегі міне мынандай тампондарымыз. Мынандай тампондарымыз сіздерге көп осы тампондар туралы әртүрлі YouTube-та мен роликтарым бар, осы мен де айтып жатырмын, жеке-жеке консультация беріп жатырмын. Міне осындай тампондар, міне просто өстіп көздеріңізбен көрсеңіздер. Әрине бұндай тампондардың поделкалары да бар, байқаңыздар. 3075 теңге тұрады мына тампондар, біреуі 3 күнге. Бұлай қарасам, мен 1000 теңгеден алдым, мен 500 теңгеден алдым деп, сондай тампондарды алып біз және Академия питанияға тексеруге жібердік. Оның іші жартысы топырақ дейді. Мысал үшін бір кейбір құсайтын бір шөптер бар, біраз какой-то бір эффект алдық, бір нәрсе шықты деп жатыр. На самом деле ол қорқынышты жағдай. Оның бәрін жаңағы гинекологический ожог алып жатқандар бар. Бұның бәрі бірді, бұл брендовый продукция. Кәдімгідей, мысал үшін сіз алып бір жаңағы Коко Шанельдің болсын, және Арманийдің болсын, соның бір киімдерін алсаңыздар, сіз ол киімді бір 10-20 жыл киесіз. Бір өні де кетпейді, бір жыртылмайды, бір түймесі де түспейді, солай киесіздер. Сол мына Армани, Коко Шанель осы. Ал егер енді сіз ақшаңызды аяп, өзіңізден ақшаңызды аяп, базардан 500 теңгеден алатын болсаңыз, конечно, ол жаңағы бір сезон киіп лақтыратын, мусорға лақтыратын жаңағы ширпотреб, сондай заттар, сапасыз заттар. Сондықтан өзіңіздің тем более ішіңізге салатын нәрсені байқап, дұрыстап, барлық сертификаттарын тексеріп, только жаңағы сенімді жерден ғана алыңыздар. Енді нарықта бізде емдік қасиеті жоғары осы әйел адамдар қолданатын препараттар, осы тампондар осы біздің компанияда. Бұның производствосы шығаратын жері Гонконг, үлкен шырылым корпорациясы, соның ішінде Happiness бренді, бұл брендовый продукция, 2 түрі болады. Ең бірінші мынандай біз тампон для омоложения деп айтады, жасару тампоны. Осыны салдырамыз. Бұл негізі бір күнге арналған. Бірақ та менің байқауымша 80% әйел адамның қынабының ішінде микрофлора деген өте және бұзылған. Сондықтан емдік қасиеті бар тампонды салған кезде қышиды, шыдай алмаймыз деп сөйтіп көп жалғыз. Сондықтан біз ең бірінші мынаны саламыз. Бұл жәнегі микрофлораны қалпына келтіреді, өзінің pH-ы бар, кислотность, және бактерия вирустардың бәрі инфекцияларды өлтіретін өзінің сондай pH-ы бар. Сол бәрі моментально бір сутканың ішінде қалпына келеді. Жәнегі қынаптың ішіндегі стенкаларын қатайтады, тарылтады, көтереді, матканы көтереді. Одан кейін прям салған кезде, емізіп отырған кезде әйел адамдар біледі, және сокращение матки болады. Сондай мынау қоңыр тампоннан сондай моментально бір сутканың ішінде сокращение сезесіз, сокращаться етеді, жаңа складкалардың бәрі жазылып, кәдімгідей косметический операция жасаған сияқты болып, матканың іші көтеріліп, тарылып, орнына келеді. Одан ең керемет бір сондай қасиеті бұл тампонның жәнегі мына трубаларда ылғида спайкалар болып қалады. Көп әйел адамдар айтады, менде молочница, менде жаңағы мына яичниктарым, воспаленный яичниктарымда киста деген өте көп менде сұрақтар. Сонда мына трубаның арасында жаңағы мына яйцеклетка жарылып түседі ғой, мына жерге түскен кезде мынау спайчный процесстер болып қалады. Өйткені мына жерде сосудтардың бәрі тарылады, мына жерде жолдың бәрі жіңішкереді, мына яйцеклетка шыға алмай қалады. Спайчный процесс пайда болады, одан кейін мына трубаларда және жидкость пайда болады. Моментально бір сутканың ішінде мына қоңыр тампонды, тампон для омоложения салған кезде мына спайкаларды жібітеді, прям жидкость ағады. Месячный сияқты жидкость келді, бірақ түссіз, ешбір иісі жоқ деп солай айтады. Ол дұрыс нәрсе.
бізден мысалы үшін тампон алған 10 адамның 9-ында сондай спаечный процесстер болады. Әсіресе уже 2 баладан кейін спаечный процесстер енді өтірік айтпайын, әр квартал сайын спаечный процесстер пайда болады десем, мен өтірік айтпаймын, одан да жиі болмаса. Сондықтан мына тампон профилактикалық ретінде, профилактика түрінің өзінде 3 тампоннан да қызыл тампон, жаңағы емдік қасиеті бар, лечебный. Одан кейін 3 тампон жаңағы мынандай жасару тампонын салу керек. Міне осындай 3 тампон кезек-кезек. Мынаны 3 күн саламыз, 3-4 сағаттан кейін қызыл тампонды саламыз. Мынаны өзінің ашып көрсетсем, өстіп презентациясын жасайын, бүйтіп өзі ашылады. Ашылады, мынаның ішінде өзі напальчнигі болады. Мынандай шөп. Мынандай напальчник болады, напальчник кесіп, прям ұйықтарда, жатарда тұрмайтындай ғып, чтобы ана тұрып орналасып қалатындай, мынандай шөп. Мынандай жасару тампонда 40 түрлі шөп болады бізде, 40-45 түрлі шөп болады жасару тампонда. Ал жәнегі емдік қасиеті бар тампон, тура сол сияқты бұнда 65 түрлі шөп болады. Емдік қасиеті бар қызыл тампонның ішінде жәнегі кровь драконного дерева деген бар. Кровь драконного дерева деген сол ағаш, жәнегі Тибетте өсетін ағаштың 40 жылдан кейін барып, сол ағаштың емдік қасиеті іске қосылады екен. Емдік қасиеті. Сол именно 40 жылдан кейінгі ағаштардың составы осы қызыл тампон, емдік тампонның ішіне кіреді бізде. Одан кейін жаңағы миома, киста, оның себептері не? Оның себептерінің бәрі және жиналып жатқан раковый клеткалардың жаңағы жиналуы, спаечный процесстер, қабыну процесстері. Менде миома дейді, менде бүгін мені сұрап отыр, менде миома, мен ай сайын қаралып тұрам дейді, ол өспейді дейді. Ал егер әйел адамда мысалы иммунитет түсіп кететін болса, немесе стресс жағдайлар болатын болса, ол бізде постоянно болады. Сондықтан соның бәрі сол жаңағы миома деген өзі доброкачественный опухоль, киста деген өзі доброкачественный опухоль. Сондықтан соның бәрі моментально уже өсе бастайтын болады. Уже необратимый процесс дейді ғой, қайталанып, уже емге келмейтін жағдай болмас үшін жаңағы соның бәрін тазалау керек. Және тампонды біз возле шейки матки дейміз, мына жерде шейка матка тұрады, соның жанына қоямыз. Мына жерде прямо осы қынаптың артында малая рога деген өзі бір кішкентай бір тесік бар. Прямо қынапқа кіргіз жергенде артқы жағында өзі тампон сол жерге барады, өзі тұрып қалады капитально. Сол жерге барады да, как будто место дейміз, біз күлеміз. Как будто это место для этого тампона деп күлеміз, мысалы. Тура осы тампонның бір алаңын бір жаратып қойған бір орны сияқты. Сол сөйтіп салып маткаларын тазалаңдар деген сияқты деп. Бұлай қарасаң, сондай бір енді ойға келмейтін зат, соны действительно осы жерге тұрады, сонда межкешный жидкость арқылы мына бүкіл стенка матканың ішіне жайылады жаңағы. Тампонның составы шөп, жібитті, мына жерде флора бар, және лечебный тампон суға саламыз, сол жібитті матканың ішіндегі, біздің теріміздің күсі болады, сол матканың ішінде толып қалған сол күсті алады да, соны жібітіп, бері қарай, как вакуумный пылесос сияқты сорып шығарады. Енді көп адамдарда, мысалы үшін, менде бір салфетка сияқты бір аппақ бір нәрседе шықты деп жатады, ол не екен, ұқпай жатамыз, ол қағазды қайтып қойған ол жерге деп, ол қағаз сияқты болып тұр. На самом деле ол кәдімгідей матканың ішінде күс. Бір терісі үлбіріп, бір жанарып, анау мусордың бәрі шығып, жәнегі матканың ішінде қан айналу процесстері бәрі жақсара бастайды. Жаңағы жұмыртқаларға, яичниктарға питание бара бастайды. Соның өзі, мысалы үшін, осы тампондардың кереметтігі, енді даже мына сіз тампонды қынапқа салған өзінде, бетіңіз бір моншаға түсіп шыққан сияқты болып қалады. Жасарып, жанарып, үлбіріп, сондай нүрі әсіресе қоңыр тампон салған кезде сондай бір эффект болады. Қоңыр тампон бұл жаңағы гормональный фонға әсер етеді. Өйткені менде климакс дейді, маған керек жоқ дейді, мысалы үшін, кейбір әйел адамдар климакс кезінде, мысалы үшін, тіпті де салу керек, профилактика ретінде. Өйткені жаңағы
ай сайын месячный кезінде шығып тұратын улы заттардың бәрі енді климакс жоқ, ол шықпайды. Ол қайда барады? Ол жаңа матканың ішінде жиналып қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде кімде климакс келді, мысалы үшін ол адамдарға міндетті түрде біздің тампондарды қолдану керек. Сонда сіздерде ешбір рак матки, рак шейкі матки, миома деген сияқты эрозия, эндометрит, эндометриоз дегендер ракқа апаратын аурулар. Соның бәрі осы біздің тампондардың арасында, соның бәріне профилактика жасайсыз. Және көп әйел адамдарда эндометрит, эндометриоз деген бар. Эндометриоз деген матканың денесінің ішінде жәнегі тамыр болып бейтіп өсіп кеседі, өсінділер. Миома жиналып бір кусок болып қалса, тамыр болып өсіп кетеді. Ол жәнегі матканың терісінің өзі кімне мал сояды, малдың жүрегі болады, сондай нежный жәнегі, сондай жұмсақ, сондай ткань. Сол матканың жәнегі денесі сондай тканьнан тұрған. Ол жәнегі кейбір қырып алып тастаймыз дейді, лапароскопия дейміз, сондай әртүрлі процедураларға бар жатады. Оның бәрібір эффект бермейді, ол қайтадан өсіп шығады. Өйткені оның бір кішкентай тамыр қалып қалады. Оны бүкіл матканы алып тастамаса, мысалы үшін оның бәрін қырып, оның бәрін емдеу мүмкін емес, это невозможно, мысалы үшін. Сондықтан ал миомаларда бұл қоңыр тампон жібітіп тұрады, ал қызыл тампон бері қарай бәрі суырып тұрады. Кейде кровотечение ашылып кетуі мүмкін, одан шошып қажет жоқ, өйткені матканың өзі толып тұрған қан кәдімгідей. Қан, жиналып тұрған қан, ол бүйтіп кусок болып, бүйтіп бөлініп шыға бастайды. Кровотечение ашып кетсе, тампонды алып тастайсыз да, кровотечение басылғаннан кейін қайтадан тампонды салып, ары қарай қалған кусоктарын алып тастауға болады. Енді мен өте жақын осы компанияда бірге жұмыс істеп келе жатқан адам, тоже 4-месячный миома болған, только ампутация матки, ешбір операция жасауға болмай, өйткені задней стенки дейтін, матканың артқы жағынан жиналып қалған, қырып алуға да болмайтын. Сондай жағдайда осы енді өте сондай страшный диагноз болды. Сол осы тампондармен ғана жазып шықты. Салды бірнеше ай, бірақ та сондай бір ең ақырында жоян бір жаңа компьютердің мышкасындай болып бүйтіп салып кетіп унитазға түскен кезде мен даже қараған жоқпын дейді, суды баса салдым дейді. Сондықтан қарап фотоға түсіріп алу керек деп мен күлдім. Сол енді сұрақтарыңыз бар ма екен? Мен эфирді сақтаймын. Қазір бұйыртса, өйткені қазір 5 минуттан орысша эфир басталады бізде. Енді тағы бір эрозия туралы айтқан жоқпын. Эрозия деген қынаптың шейка маткасында қынаптың жаңағы мойнында жара пайда бола бастайды. Ол жара пайда бола бастайды. Сол жара ол жаңа рак шейка маткадан жаман ауруға апаруы мүмкін. Оны жаңа прижигать етіп жатады. Менде мысалы үшін сұрап жатыр, мен былтыр прижигать еткем дейді, менде қайтадан шықты дейді. Сонда осы тампондарды алды бізде, бір курсты бірақ алды. Кімде эрозия, мына сияқты бізде мазь бар, мынандай антибактериальный мазь, бірақ енді аты геморрой не деп аталады, антибактериальная мазь для кожи деп жазылған. Сол мазьды аласыздар да жаңағы тампонға жағып, мынау өте және жараларды тез жазады. Өте тез жазып, жараның бәрін, даже эрозиядан бізде чисто 6 тампон, сол бір мазьбен емделген адамдар бар бізде. Кеп алып кеткен әйел адамдар, кеп бүгін сұрап жатырмын, как раз эрозиясы бір кісі кеп алып кеткен көстім деген. Сол мен 6 тампон алды, бір мазь алып кетті. Осы бір апта бұрын уже мен бір тампон салып қойдым деп жатыр. Өте жақсы өзгерістері бар деп жатыр енді. Тілтімесіне бар айтпайтын шығар, тағы сұраймыз міне осындай тампондардың кереметі осындай. Тағы сұрақтарымыз бар ма екен, мен қарап жіберейін. Пока сұрақтарым жоқ, онда айта берейін. Жәнегі енді бесплодие бойынша енді бедеулікке бізде әртүрлі результаттар бар. Ол жәнегі аурудың сонда қиындығына байланысты, ұзақтығына байланысты. Кейбір әйел адамдарда бізде бір тампоннан жаңа результат болғандары, босанғандар бар. Кейбіреулер 3 тампон салды, кейбіреулер 6 тампондар. Кейбір әйел адамдарда, мысалы үшін 10 жыл, 14 жыл, 20 жыл бала көтерілмей жүрген әйел адамдар бізде енді ең ұзақ, бізде 14 жыл бала көтерілмеген кластасының апайы болды. Ол кісі және тампон алды, жәнегі мына сияқты біздің шайларымызды алды. Одан жәнегі стопный пластыр алды. Содан көмектесті. Қытайға да барды, бәр жерге барды, Италияға да барды.
көмектеспегенде сондай результаттар болды. Кейбір әйел адамдарда жаңағы сосудтарда проблема болады. Сосудтарда проблема болса, мына сияқты тампондармен бірге мына сосуд тазалайтын мынандай препараттар керек. Өйткені жаңа матканың өзіне яичниктарға қанмен бірге питание бара алмай қалады, әртүрлі сондай мына сияқты. Одан кейін жаңағы кордицепс деген препараттар бар. Жаңағы мына бүйрегіңізге энергия жетпегеннің өзінде соның өзі жаңағы зачатияға бала көтеруге жаңағы қиындық туғызады екен. Мына сияқты кордицепстар бізде бүкіл микро макроэлементтің бәрі бар. Жаңағы С энергиясы, өмірлік энергия бар. Бұны ішкенде мына кәдімгі бүйрегіңізді, мына бүйрек біздің аккумулятор, біздің энергия беріп тұратын, жаңа біткен балаға жаңа дух беріп тұратын, осы бізде осы кордицепстің ішінде бар, сондай С энергиясы бар, бүйрегіңізді қалпына келтіреді. Мүмкін сізге бір коробка, мүмкін сізге 2 коробка керек, бірақ мына жасыл түрі бар. Бізде бір коробкамен бір курс және тампон салғандар, сол бала көтергендер бар, сондай бізде случайлар. Одан миомаға қосымша мына сияқты Сюшан деген препарат бар. Бұл Сюшан деген препаратты мен Сочиға жібердім бір қызға, тоже мынандай қызда 4 ауыр инфекция болды, мочеполовая инфекция болды, өте ауыр. Мен кішкентай кезімнен ауырамын, антибиотиктардан мен өте маған ауыр антибиотиктар ішкім келмейді деді. Сонда почтамен мен жібердім, жұмада жетті. Мен мына сияқты 6 тампон алды, 4 мынандай қоңыр тампон, қызыл тампоннан алды. Одан Сюшаннан 3 коробка алды. 3 коробка үлкен дозамен ішесің дедім. Мынау бізде кәдімгідей табиғи антибиотикті алмастырады, бірақ ешбір зияндық және әсері жоқ. Бұл жәнеге маткаға барады, простатаға барады, немесе ер адамдарда маткаға барады, және миоманы жібіте бастайды. Соны тампон салған кезде тез жәнеге бер қарай тартып суырып шығады. Бұл жәнеге әртүрлі доброкачественный, злокачественный опухольдарға өте жақсы әсер етеді. Жәнеге метастаза бермейді, мысалы басқа жерге жайылып кетуден. Бұл кәдімгідей клеточная чистка, клеточное питание деуге болады. Мына осы Сюшан және кордицепс екеуі енді керемет результаттар береді. Сол бүгінгі айтатын сізге енді көп уақыттарыңызды алмайын деп өстіп қысқа эфирлар жасайын деп отырмын. Осындай парный эфирлар, қазақша, орысша сөйтіп, өйткені кейде 1 сағатқа созылып кетеді, кейбір әрбір адамның уақыты бағалы. Сондықтан бір қазақша жүргізіп, орысша жүргізе алмай қалам, или қазақша жүргізе алмай қалам. Сондықтан өстіп 1 сағаттың ішінде сіздерге тез информация беріп салайын деп. Сіздің сұрақтарыңызға байланысты ары қарай осындай эфирлар жасап отырамын. Тампондар бойынша да, әртүрлі басқа препараттар бойынша да жасап отырамын. Ал енді сау саламат болыңыздар. Мен телефонымды осы эфирға тіркеп қоямын. Егер заказ берем десеңіздер, хабарласам десеңіздер, сұрақ қоям десеңіздер, денсаулық картасы менен тегін денсаулық картасын жасап берем, сіздің ауруыңыздың және себеп салдарын соны анықтап берем, профилактикалық кеңестер берем. Соған маған WhatsApp-қа жазып, заявка берулеріңізге болады. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар. Сіздермен бірге Лаура Тілеужанова. Сау болыңыздар.